Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда Тұран ауданының 2024 жылғы 9 айдағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері туралы болады. Бүгінгі медиа алаңымыздың спикері Бекбол Аманжол Бақытжанұлы, Тұран ауданы әкімінің орынбасары. Қош келдіңіз, Аманжол Бақытжанұлы, сөз өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері. Бүгінгі баспасөз брифингі барысында 2024 жылдың 9 айында Тұран ауданында атқарылған жұмыстар бойынша баяндайтын болам. Тұран ауданы 21 шағын ауданнан тұрады. Халық саны 220 мыңнан асады. 36.300 гектар жер көлемін құрайды. Сондай-ақ ауданда 39.300 жеке үй, 544 көпқабатты тұрғын үй, 597 көшеміз бар. Оның 501-і ішкі орам, 96-сы орталық көшелер болып саналады. Тұран ауданының инженерлік инфрақұрылымдарына атап өтетін болсам, бізде ауыз сумен 95-5%-ға су қамтылған. Қазіргі таңда Айкөл мен Құрсай шағын аудандарында құрылыс жұмыстары жүргізілетін болса, 100%-ға жету жоспарымызда бар. Қазір өздеріңіз білетіндей, Құрсай шағын ауданында құрылыс жұмыстары жүргізілуде, аяқтау сатысында. Сонымен қатар Айкөл елді мекенін 25-26 жылдары құрылыс жұмыстарын жүргізіп, ауданымыздағы сапалы ауыз сумен 100%-ға қамту жоспарымызға қойылған. Сонымен қатар табиғи газбен қамту жұмыстарында атап өтетін болсам, қазіргі таңда 85-7%-ға қамтылған. 100%-ға қамту үшін жаңа талап елді мекенінің жаңа құрылыс аумағын газбен қамту, сонымен қатар Құрсай шағын ауданының жаңа құрылыс аумағын, Айкөл шағын ауданын газбен қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізсек, 100%-ға жетеміз. Қазіргі таңда жаңа талап елді мекені, Құрсай шағын аудандарында газбен қамтамасыз ету бойынша жобалау сметалық құжаттамалары әзірленіп, мемлекет сараптамасының қорытындысын алу сатысында. Мемлекет сараптамасының қорытындысын алсақ, 25 жылдары құрылыс жұмыстары басталады деп жоспарланды. Нәтижесінде 100%-ға газбен қамтамасыз ететін боламыз. Сонымен қатар, электр жарығымен біздің ауданымыз бойынша 95-2%-ға қамтылған. 100% межеге жеткізу үшін Құрсай шағын ауданының жаңа құрылыс аумағына қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізілуде, нәтижесінде 100%-ға жететін боламыз. Сонымен қатар, асфальттау бойынша ататын болсам, қазіргі таңда бізде 2024 жылы 42 көшеге, 34-8 шақырым көшеге асфальттау жұмыстары жоспарға қойылған. Қазіргі таңда 40 көшеміз асфальттау жұмыстары толық аяқталып, 2 көшеміз қаржы қаралды, ендігі жылға өтпелі болып отыр. Атап айтатын болсам, жаңа талап шағын ауданында 5 көше, Арғымақ шағын ауданында 4 көше, Ақжар шағын ауданында 4 көше, Агрофирма Қарасуда 11 көше, Құрсай шағын ауданында 12 көше, Наурыз шағын ауданында 4 көше, Қазығұрт шағын ауданында 1 көше, орталық аумақта Кремль көшесі, ол 1 көше болып. Көздеріңіз көріп отқандай, ауданымыздың барлық аумақтарына теңдей пропорционалды түрде бөліп отырмыз, жаңа асфальттау жұмыстарын. Нәтижесінде біздің аудандағы асфальтталған көшелердің межесі 87-4%-ға жететін болады. Сонымен қатар, бүгінгі таңда 36 көшеге аяқ жол салу жоспарланған. Бүгінгі күнге 23 көшенің құрылысы аяқталды. Қалған 6 көшеде құрылыс жұмыстары жалғасуда. 7 көшенің жұмыстары басталатын болады. Жарықтандыру бойынша өздеріңіз білесіздер, ағымдағы жылы қала әкімі Ғабит Әбдімәжитұлының тікелей тапсырмасына сәйкес қала бойынша 1000-нан астам көшені жарықтандыру тапсырылған болатын. Соның ішінде біздің Тұран ауданымызға 200 көшеге 3500 дана бағананы жарықтандыру жоспарға қойылған. Бүгінгі күнде жоспардың артық орындалып 263 көше орнатылды. Оның ішінде 69 көшеге қосымша біз 200 көшені орындап болғаннан кейін қосымша жұмыстарға жоспарға қойдық. Қазіргі таңда 6 көшесі қалып тұр. Осы жұмыстар аяқтала салысымен қосымша 153 көшені де ұсынып отырмыз. Сонда бізде 400-ден астам көше жарықтандырылатын болады ағымдағы жылы. Межеміз 42-5%-дан 95%-ға жететін болады. Бұл дегеніміз балаларымыздың мектепке әлеуметтік нысандар болсын, ішкі аумақтар, көшелеріміздің бәрі жарық болып, қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып саналады. Сонымен қатар бізде ирригация жұмыстарында өздеріңіз білесіздер, қазір күзгі кезеңдерде жауын-шашын кезінде тұрғындарымызға қолайсыз сәттердің бірі, ол судың үйге кіріп кетуі, немесе балаларымыздың сабаққа баратын кезде көлшіктер жиналып, бұл
өте қолайсыздың бірі болып табылады. Бұл тұрғындарға бірінші кезекте қолайсыздық туындаса, сонымен қатар әкімшілік, аудан әкімшілігіне де үлкен бір проблеманың бірі болып саналады. Соны шешу мақсатында бізде ағымдағы жылы жоспарға қойылған. Жалпы бізде атап өткендей 597 көше бар, 697 шақырымды құрайтын. Оның 153 көшесінде 114 шақырым ирригация жүйесі бар. 2024 жылы 48 көшеге ирригация жүйесін салу жоспарланған. Бүгінгі таңда 11 көшесі жұмыс барысында, 7 көшесі аяқталып, ағымдағы жылы жаңа жоспарға қойылған 48 көшенің бәріне ирригация жұмыстарын жүргіземіз деп жоспарға қойып отырмыз. Сонымен қатар ауданымыздың бір жұмыстарының бірі жаңа балалар ойын алаңшасын, спорт алаңшаларын салу. 2024 жылы жалпы 40 алаңшаға, оның ішінде 30 ойын алаңшасы, 8 кешенді алаңша дегеніміз жаңағы балалар ойын алаңшасы мен спорт алаңшасы бірге салынатын, сонымен қатар 2 спорт алаңшасы, жалпы 40 алаңшаны жоспарға қойылған. Бүгінгі таңда 14 нысан пайдалануға берілді. 10 нысан бойынша мердігер анықталуда. Сонымен қатар одан бөлек жаңағы бізде бұрын салынған, осыған қаншама жылдар бұрын салынып, кепілдік мерзім өткен алаңшаларымыз бар. Олардың да жаңағы резинке жабындылары алынып, балаларға жаңағы ойнауға кедергісін келтіреді, мүмкіндік тудырмайды. Соларды бізде қолға алып жатырмыз. Біз ағымдағы жылы 30 ашық спорт алаңшаларын жабындысын ауыстыру жұмыстарын, жаңағы бетінде резиновый покрытие дейміз ғой, соны ауыстыру жоспарларында жоспарға қойдық. Қазіргі таңда жұмыстар 12 ауланы аяқтап қойдық. Қазіргі таңда осы жылдың аяғына шейін 30 алаңшаны ауыстыратын болсақ, балаларға жаңа резинке қолайлы жұмыстар. Сонымен қатар қоқыс алаңшалары бойынша да біраз шағымдар түсіп, тұрғындар тарапынан да өзімізге де көшеден өтетін болсақ, жаңағы жағымсыз көрінеді. Сол жұмыстарды да біз қолға батырмыз. Бізде 126 қоқыс алаңшасы бар. 2023 жылы өздеріңіз білетіндей қоқыс алаңшаларының бәрін жаңарттық. Астын бетондап, жаңа қоршауларын бәрін жаңартқан болатымыз. Сонымен қатар 375 қоқыс контейнерлерін жаңартқан болатымыз. Енді қалған жаңа 260 контейнерді осы ағымдағы жылғы жоспарға қойдық. Қазіргі таңда мердігер мекеме анықталып, ол уже тапсырыс беріп қойды. Осы алдағы аптада, Құдай қаласа, қалған қоқыс жәшіктерімізді жаңартып, ол да бір тұрғындарға қоқыс тастау мәдениетін қалыптастырады деп ойлаймыз. Себебі қазіргі таңда қирап тұрған қоқысқа жақындағысы келмейді, адамдардың сыртына тастап кететін жайлар көп орын алады. Осының бәрін жаңартатын болсақ, адамдарда барып ішіне салады, сондай мәдениетті қалыптастырамыз деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар аудан аумағында қоқыс, көшенің бойында қоқыс жәшіктерінде қойып отырмыз. Өздеріңіз байқаған болсаңыздар, ауданымыздың орталық көшелерінде қоқыс жәшіктерін, заманауи қоқыс жәшіктерін салып жатырмыз, қойып жатырмыз. Қазіргі таңда 2024 жылы 3060 қоқыс жәшігін орнату жоспарланған. Бұл да қала әкімінің тікелей тапсырмасына сәйкес жасалуда. Биыл ағымдағы жылы білетін болсаңыздар, президентіміздің бастамасымен Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталды, жүріп жатыр. Соның ішінде біздің өзіміздің қала әкімімізде тазалыққа қатты мән береді. Қаншама сенбіліктер өтіп жатыр, тазалық бойынша. Соның бірі осы тазалыққа халқымызды үйрету, тұрғындарымызды қоқыс жәшігіне салу, оларға қоқыс жәшігін іздеп кетпеу мақсатында 3060 қоқыс жәшігін жоспар қойылды. Қазіргі таңда 2200 қоқыс жәшігі орнатылып қойды. Қалғаны осы қараша айында қойылып, толық қамтамасыз етеміз деп отырмыз. Сонымен қатар, орталық көшелерді айтып өттім, жарықшам 400-ден астам көшелер жарықтандырылады деп. Сонымен қатар бізде аула ішінде де жарықшамдар орнатылған, кейбір аулалар қараңғылық, бұл дегеніміз түнгі уақытта беймезгіл отыру, мәселелер туындатады. Балалардың да кешкі уақытта аула ішіндегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 60 аула аралықтарына 154 дана жарықшам орнату бойынша да біз қазір жұмысты бастадық. Қазір таңда мердігер мекеме анықталған, жұмыстың басталды. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, ағымдағы жылы аудан аумағында демеушілер тарапынан Түркістан шағын ауданында 62-ші мектеп бар. Соның жаңына
балалар ойын алаңшасын салып бердік демеушілер есебінен. Сонымен қатар жаңа Рысқұлбек көшесінде балалар жаңағы жүретін бұрынғы темір жол дейді, балалар темір жолы. Қазіргі таңда жаңағы серуендеуге арналған жол болды ғой, сол жерге демеушілер есебінен балалар ойын алаңшасын салып бердік. Тренажерлық алаңшаны орнатты. Балаларды қорғау күніне орай Қажымқан станциясына Дендар Сабақ аралығына дейін жүріп өтетін ұзындығы 6 шақырымға жуық Тұлпар балалар темір жолының орнына веложол салынды. Жаңа веложол сонымен қатар жүгіруге арналған жолақ болып есептеледі. Сонымен қатар тұрғындарға қолай жағдау мақсатында арнайы баспалдақ жасалып жатыр сол жерге. Біздің тараптан, аудан тарапынан бұл жерлер күнделікті жетілдіріп жатыр. Жаңа кемшін тұстарын жойып жатырмыз, немесе жаңа халыққа қолайлы жағдай жасау мақсатында дамытып жатырмыз. 2024 жылы сонымен қатар демеушілер тарапынан 2 демалыс аймағы ашылды. Бұл қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, Желтоқсан көшесінің бойында аэровокзал аймағына аналар аллеясы ашылды. Бұрын халықтың жаңағы көрінбейтін, бармайтын жер еді, қазіргі таңда тұрғындардың сүйікті жерлерінің біріне айналды. Сонымен қатар Мадлен мейрамханасының аумағына да демалыс орны жаңағы ашылды. Бұдан бөлек биылғы жылы көп қабатты тұрғын үйлерді күрделі жөндеу, жаңа жедел сатысына ауыстыру бойынша да жоспарымыз бар. Өздеріңіз көріп отқандай 3 аумақта жаңағы күрделі жөндеу жұмыстары басталып қойды. Спорт шағын ауданында 12, Байтұрсынова 94 мекенжайында, Адырбекова 165. Сонымен қатар лифт ауыстыру жұмыстарында халықтан жаңағы Отырар шағын ауданының тұрғындарынан өтініштер келіп түскен. Қала әкімі өзі барып тапсырма берген болатын. Сол жұмыстарға да қаржы бөлініп, ағымдағы жылы лифтлерін ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Сұрақтарыңыз болатын болса? Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыз ба? Есім Шынар болады. Мен мынандай сұрағым бар. Жабық базар маңындағы жабайы сауда қашан тоқтайды? Осы мәселе бойынша айтып жүрсеңіз. Жабық базар аумағы, өздеріңіз білесіздер, біздің Тұран ауданы 2023 жылы ашылды. Өзіміздің қызмет етіп отқанымызға жаңадан ашылған ауданның 2 жылға жуықтап қалды. Біздің аудан ашылған кезде өзіміздегі ең өзекті мәселе проблемалардың бірі сол жабық базар аумағы. Сол жердің тұрғындарына қолайсыз жағдайлар туғызып, олар бізге шағымын білдіріп барған болатынбыз. Сонымен сол жерде жаңағы жабық базар аумағын жауып, шеткі жақтарын сыртына шығып кетеді ғой, ретсіз сауда. Сол бір жеріне шлакоблокпен қаптап, сыртқа шықпайтындай алғанбыз. Сонымен ол тоқтамай, одан бөлек жаңағы Кремль көшесіне дейін шығып кететін жағдайлар орын алады. Бірақ ол бойынша біздің жаңағы мамандар бар, кәсіпкерлікті қолдау бөлімі бар. Сонымен қатар учаскелік полициялармен бірге рейдтік шаралар жүргізіп, ол жерде бақылауға алынған. Рахмет. Екінші сұрағым, көп қабатты тұрғын үйлер алдындағы ағаштардың қырқылмауы мен жарық шамдардың жанбауына көп шағым түсіп жатады әлеуметтік желіде. Дұрыс айтасыз. Бізде өздеріңіз білетін болсаңыздар, бізде 2 мекеме қазіргі таңда қызмет атқарады. Орталық көшелердің тазалығын болсын, және жаңағы аялдамаларды жуу, күтіп ұстау, талдарды кесу, газондарды қырқу бойынша бізде мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында Шымкент спецкомплекс деген мекемемен келісім шарт бар. Солар күтіп ұстайды. Ал аула ішілік аумақтарды жаңағы бізде былтырғы жылы Тұран коммуналдық мемлекеттік мекемесі ашылған. Бұрын ол жерде жаңағы мемлекет сатып алу арқылы мердігер мекеме күтіп ұстайтын болса, қазіргі таңда қаржыны қысқартып, жаңа коммуналдық мемлекеттік мекеме қызметкерлері ай сайын жалақы алу арқылы жаңағы тазалық жұмыстарын, сонымен қатар ағаш кесу жұмыстарын жүргізеді. Бірақ қазіргі таңда шағымдар бар, жоқ емес. Неге десеңіз, жаңағы коммуналдық мемлекеттік мекеменің жаңағы техникалары, ағаш кесу үшін автовышка керек, оның бәрі жаңағы жалға алынады арендаға. Қаржы бөлінуіне аренданың уақыты бітіп қалған кезде шағымдар біраз жиналып қалды. Оның бәрін қазіргі таңда толық шешіп, барлық тұрғындарды қанағаттандырдық. Рахмет. Соңғы сұрағым болсын. Таза Қазақстан экология акциясына ауданның халқының қанша пайызы атсалысты? Таза Қазақстан акциясы бойынша өздеріңіз білесіздер, акция басталғалы бері мөлдір бұлақ дейді, жаңағы парктар, скверлерін тазаладық, өзен каналдарымыз тазаладық. Біздің белсенді тұрғындар, сонымен қатар жастарымыз көп қатысты. Енді толық пайызбен айта алмаймын, бірақ көп адамдар қатысып жатыр. Оларға алғысымызды білдіреміз. Осындай белсенділік танытып, өздерінің
Сонымен қатар мына жыл соңына шейін әр сенбі сайын бізде сенбілік жұмыстар жалғасатын болады. Соған ат салысуға шақырамын. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Ассалаумағалейкум. Сіздердің аудандарыңызға қарасты Құрманбекова көшесі бар ғой, Рощадағы. Сол жерде канализационный крышкалар қазып жатыр екен да. Бірақ қалдықтарды сол крышканың айналасына үйіп кетіп жатыр. Сол қалдықтарды алып және де қазылған туралы ескертулер қойсаңыздар деген. Менде не болып тұр да, потому что кішкентай конустар тұр ол жерде. Бірақ оны сол крышкаға тақалып жақындаған кезде ғана көрінеді да, мысалы мына жақтан машина үлкен скоростьпен келіп қалса, жаңа қалдықтар байқалмай қалады. Және де ол ертерек жаңа қалдықтарды алып жамап тастасақ деген сіздерге. Бұл сол жерде біріншіден кептеліс болып тұр, және де келген машина қарсы бетке шығып айналып өтуге мәжбүр боласыз да. Бұл қабылданды, оның бәрін орындайтын боламыз. Бізде мамандар бар, өзі секторге бөлінген. Секторде жаңа жауапты мамандарымыз бар. Елді мекендерге бөлгенбіз жауапты мамандарды. 9 секторымыз бар. 9 секторда әр сектордың өзінің жауапты маманы бар. Олар күнделікті аралау барысында, негізі сіз айтпай-ақ, олар өздері бақылап, хабарлау керек. Қазір мен осыны шыққан соң бақылауға алып, өзім қадағаламын. Қойса деген ойда. Және де екінші сұрағымыз, Тұран ауданында қаңғыбас иттер көптеп жүр да негізінде. Және де ауыл шаруашылығы басқармасында да бірнеше рет айтылды. Сіздердің әкімдіктеріңіз тарапынан хаттар жолданып жатыр ма, қандай жұмыстар жасалып жатыр? Дұрыс айтасыз, жаңағы бұл бойынша да көптеп шағым түседі. Бұл ит мәселесі қазіргі таңда бізге ауыл шаруашылығына қарайтын ветеринарлық қызмет солар жаңа рейдтік шараларын жүргізіп, бригадаларын көбейтіп, алдыңғы аптада жаңағы мәслихаттың тұрақты комиссиясында да депутаттар тарапынан осы мәселе көтерілген. Ауыл шаруашылығы басқарма басшылары осы бойынша жаңа бригадаларымызды көбейтеміз деп уәде беруде. Қазіргі таңда мынау сонымен қатар тұрғындарға айтатын жаңа ветеринарлық қызметтің нөмірлерін біз оларға беріп жатырмыз. Тікелей соларға хабарласып жіберсе, себебі бізге хабарласады, біз оған хабарласып деген иттерде бір орында тұрмайды олар. Жаңа таба алмай қалады да. Әйтпесе ол да бізде бақылауда. Рахмет. Енді біз мынадай сұрақтарға назар аударсақ, Тұран ауданындағы инфрақұрылымдық жобалар тұрғындардың өмір сапасын қалай жақсартуда? Инфрақұрылымдық жүйелер бойынша жаңа атап өттім. Біршама жұмыстар жоспарға қойылған. Ауыз су деп жатырмыз, газ деп жатырмыз. Тұрғындарға ең бірінші қажеттілікті қамтамасыз ету қажет. Бұл жаңағы тұрмыс тіршілігіне қажетті инфрақұрылым. Ауыз сумен келесі жылға жоспарға 100% деп отырмыз. Газбен қамтамасыз етеміз деп отырмыз 26 жылға дейін. Соның бәрін атқарсақ, одан бөлек жаңа жарық шамның өзі қандай үлкен қауіпсіздік жағынан болсын, жаңағы пайдасын тигізеді. Сонымен қатар тротуар салып жатырмыз, ирригациялық арық, бұның бәрі халық үшін жасалып жатқан игі істер. Рахмет. Келесі сұрақ. Биылғы жылы күрделі жөндеуден өткен көп қабатты үйлер мен ауыстырылған жедел сатылар туралы не айта аласыз? Жаңа атап өткен болатын, биылғы жылы жаңағы 3 көп қабатты тұрғын үйдің күрделі жөндеу жұмыстары жоспарға қойылып, қазіргі таңда жұмыстар жүргізілуде. Жедел саты бойынша қазіргі таңда қаржысы бөлінген, жыл соңына шейін ауыстырып береміз деп уәде беріп отыр. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Осымен сұрақтар болмаса, бүгінгі баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Құрметті Аманжол Бақытжанұлы, бүгінгі баспасөз алаңына келіп бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.